осы салғалы біздер осында тұрамыз. Бұрын ондай проблема болған жоқ. Үйде қайнап тұрды. Су, ыссы су дейтін кәдімгі біздер ашсаң сразу. Қазір кранды ашасың, 15 литр су кетеді, сосын барып артынан жыл су кетеді. Неге? Значит, проблема бар. Болып тұр ғой. Осы соңғы 3 жылда. 3 үйге мынадай 9 этажға 5 үйге рассчитанный котел болса, например, простой элементарный зат, сенде 150 квадратный метр үй салсаң, оған 60 котел қойсаң тартам ол. Тартпайды ғой, сенің үйіңді жылыта алмайды. А ол дейтін 5 үйге арналған котельный дейтін 15 үйді қалай жылытады? Сосын баяғы бізде мына насостыққа әкеліп байланады. Насос дейтін бұл осы үй салынғаннан өздерінің как положено расчетымен қойылған насос. Оны біз әкеліп қойған жоқпыз. Оны басқа біреу қойған жоқ. Бүгін қыстың бірінші күні. Соған қарамастан Зашаған кентінде бірнеше көп қабатты пәтерде жылу жүйесі әлі дұрыс жұмыс істемей тұр. Әбден ашынған тұрғындар кеше кешкісін бастап шу көтерді. Алдымен дабыл қаққан Мөңкеұлы 83-те 2 үйінің тұрғындары. Бұл үй 2015 жылы қолдануға берілген. Жылыту жүйесінде бұрын ақау болмапты. Тек соңғы 2 жылда жылу беру мәселесінде бір шикілік шықты дейді тұрғындар. Менде лично өзім квартирамда 4 күн отопление жоқ. Қан жылым болады да, балалар ауырып жатыр. Біздер кеше уже шыдамымыз бітті. Көрпе астында жаттық. Енді кеше түнде қосты, бірақ айтты временно деп. Қазір таңертең қайтадан ауырамыз. Я өзіміз уже шықтық кеше кешкісін, уже мына жерге жиналып, бәріне жазып, бәріне звондап, бәрін шақырдық. Я қазір күн ештеңе емес қой жылы. Ертең аяз болып кетсе білмеймін не болатын. Бізде 2 бөлме, еще салқын әлі жылынға жоқ. Көп қабатты үйдің тұрғындары үйде жылудың жиі өшіп қалуы балалардың денсаулығына әсер еткендігін айтады. Үйде тоңып, көрпеге оранып отырамыз. Балаларымыз ауырып жатыр дейді әйелдер жағы. Бүгін тұрғындармен кездесуге Жайық жылу қуат мекемесі басшысының орынбасары да келген. Мекеме өкілі жалпы қалада үйлерге жылу берумен проблема жоқ. Бірлі-екілі үйден жылыту сорғысында мәселе бар деп ашып айтты. В этом доме проблема в том, что стоят большие насосы. При включении этих насосов страдают другие дома. Эти дома мы им ограниченно шайбировали, чтобы было равномерное распределение тепла. На данный момент, сейчас часа 2-3, эта проблема сейчас наладится, потому что это внутренняя система, но мы, несмотря на это, сами будем сейчас его делать и устраним. Также они будут с насосами, и также тепло, и это тепло равномерно для всех будет распределяться. Бұл қалада жылусыз отырған жалғыз үй емес. Зашаған кентінің тұрғындары қазіргі таңда Мөңкеұлы көшесіндегі 83-те 2, 89, 87-ші үйлер мен Қамбар Батыр көшесіндегі 8-ші үйде жылу жоқ деп мәлімдеді. Қазіргі уақытта Зашағанды білесіздер, көп қабатты үйлер көп деп салынуда. Соған байланысты бізде мына общий трасса жаңа берілетін жылу жетпейді. Яғни бізде мында давление көтеретін насостар, циркуляционный емес, екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Бізде қазір 5,5 киловаттан 11 киловаттық насостар, промышленный деп айтуға болады. 10 насосты айырып тастап 5 қабаттан жоғарыға жылу бармай қалады. Насосты қосып қойсақ 24 сағат, басқа үйлерге жылу бармай қалады. Енді қазір мына теплоинспекция бар, Жайық теплоэнерго Зашаған әкімшілік өкілдері келіп, қазір барлық ортақ шешім табу, яғни ана үйлерге де жылу бару керек, мына үйлерге де жылу болу керек. Сол ортақ шешімге келу үшін жаңағы келіп отыр. Қазір тұрғындардың барлық пәтерлерінде жылу бар. Шайбының барлығын алып, қазір тікелей жіберіп отыр. Басқа үйлерде жылу жоқ, бірақ басқа 5 қабатты үйлерде жылу жоқ. Міне артыңызда 5-6 үйде емес шамамен жылу жоқ қазір. Бұрын ондай проблема болған жоқ. Енді қазір бәрін жасап тұр ғой. Айтпайды. Неге айтпайды? Моя своя. Ал кент әкімі болса, барлығы жақында шешіледі. Қыстың көзі қырауда ешқандай проблема болмайды деп тұрғындарды тыныштандыруға тырысты. Қазіргі уақытта Мөңкеұлы 83-те 2 мекенжайында Жайық жылу қуат мекемесінің мамандары жұмыстанып жатыр.